Бала Абай. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе, шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді. Әңгімесін дәмді қылып қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен. Бұрынғыда кім өткен деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты, келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен ақырын қағып. Бұлдыр-бұлдыр күн өткен. Бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді, және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Мұхтар Әуезов туралы мәлімет. Мұхтар Әуезов 1897-1961 жазушы, ғалым. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында туған. Балаларға арнап көксерек және тіппақ шығармалар жазған. Мұхтар Әуезов Абай туралы Абай жолы роман эпопеясын жазған. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы, балалық, ересек шағы, шығармашылығы, сол кездегі қазақтың тұрмысы баяндалған.